Бірақ менің ойымша адам өзі солармен кездескен уақыттарда, солардың іс-әрекеттерін көрген уақыттарда ғана жаңағы олардың шынымен де теріс ағым бекен, олардың қазіргі кездегі қоғамдағы, әсіресе мұсылман қауымындағы бара жатқан жолдарының қандай екенін адамның өзі ғана бағалай алады деп ойлаймын да. Алматыда мүмкін көзімізге түсе қоймайтын шығар. Бірақ Ақтөбе, Атырау жақтағы, батыс жақта шындығында да бұл аудандарда да, ауылдарда да үлкен бір көзге түсетін басқаша бір исламды, басқаша бір түрін, басқаша бір өзгеше бір кей уақыттарда сәл-пәл де болса біз түсінбейтін, біздер қабылдамайтындай суықтау көрініс береді да. Менің ойымша бұл тек қана адамдардың өздері соны көзімен көріп, соған өздері тікелей кездескен уақыттарда ғана түсіне бастайтын сияқты. Жалпы түсінік бар әрине. Біздің осы уақытқа дейінгі ұстап келе жатқан дәстүрімізден көрі басқаша көзқарас айтып, кейбір мәселелерді қабылдамай, кейбір мәселелерге қарсы шығатын халық түсініп отыр оны.